Бір күні алыстағы Копи көкжиегі атты елде қаймақ бұлттар мен какао жаңбыры жауатын жерде балерина Капучино есімді кішкентай биші қыз өмір сүріпті. Оның басы капучино көбікпен көмкерілген, ал көйлегі шоколад түсіндегі жұмсақ матадай үлбіреп тұрады. Ол билегенде ауада даршын мен ваниль иісі тарайды екен. Капучино түнде таңертең Копиден жасалған алаңда жаттығып, латте артық айна алдында айналып сиқырлы би үйренеді. Бірақ бір күні ол аспандағы Копи барабан үніне оянады. Тунг-тунг-тунг, бұл тунг-тунг сахур, ол ай сайын пайда болатын сиқырлы барабаншы. Оның барабаны шоколадтан, таяқшасы зиперден жасалған. Әрбір соққысы таңды оятатын күшке ие. Бірақ сол күні таң атпапты. «Не болды екен?» деп таңырқайды Капучино. Ол тунг-тунгты іздеп мармелад орманына жол тартады. Ол жақта кәмпит, көктем, желе бұлттар тұрады. Капучино орманынан өткенде кішкентай зипир құстар оған бақыт береді. Сақур ренжулі, ол жалғыз қалғысы келіп, өз үңгіріне жасырынды. Капучино үңгірге келіп, «Тунг-тунг, неге оянбайсың? Таң күтіп тұр ғой», дейді. Тунг-тунг күрсініп жауап берді. «Ешкім менің музыкама билемейді, бәрі ұйықтап жатады». Сонда Капучино жарқырап күліп, «Онда бүгін мен сенің барабаныңмен бірге билеймін». Ол алаңға шығып, тунг-тунгтың соққысына ілесе отырып, сиқырлы би билейді. Қозғалыстары жеңіл тәтті иістермен толы. Сол сәтте бүкіл Копи көкжиегі ояна бастайды. Латте күн көтеріледі. Какао жапырақтары билеп, маршмеллоу гүлдер ашылады. Содан бері әр таңды тунг-тунг пен Капучино бірге қарсы алады. Бірі соғып, екіншісі билеп. Балерина Капучино мен тунг-тунг сахур таңды қарсы алып алғаннан кейін бүкіл Копи көкжиегі қуанышқа бөленіп, халық оларды ерекше құрметпен қарсы алады. Сонда қаншайым Мако Латте оларды сарайға апарып, «Сендердің би мен әуендерің Копи елін оятты, бізге мәңгілік таң биі керек», дейді. Сөйтіп олар елде алғашқы сүт сақына фестивалін ұйымдастырады. Ол сақына сүтпен араласқан мұздан жасалған, ал едені карамель сияқты сырғанақ жарқырап тұрады. Бірақ бәрі тамсануға дайындалып жатқанда кенет даршын жел күшейіп, елді қап-қара эспрессо тұман басып қалады. Аспан түнеріп, тунг-тунгтың барабаны үнсіз қалады. «Не болды? Неге барабаным дыбыс шығармай қалды?» дейді ол абыржып. «Даршын жел бұлтты тұманмен уысында ұстайтын ескі сиқыр», деді Капучино. Сонда Капучино өзінің ең соңғы, ең мықты би қимылын қаймақ құйын билейді. Ол билеген сайын ауада кішкентай Капучино көбік пайда болады. Ал тунг-тунг соңғы күшін жинап, жүрегімен соққандай барабанын қағады. Тунг-тунг-тунг сиқырлы дыбыспен би бірігіп, эспрессо тұманын шайып жібереді. Даршын желдің орнына ваниль самалы еседі. Халық қуанып, сақына жарқырап күн шығады. Капучино мен тунг-тунг сахур сиқырлы күнді жеңгеннен кейін сақына жарқырап, ел шаттыққа бөленді. Бірақ дәл сол сәтте көктен қоңыр қант дәндері жауа бастайды. Қаншайым Моколетта қобалжып, «Бұл қант королінің белгісі, ол қайта оянды», дейді. Қант королі бұрынғы тәттілер патшасы болған, бірақ өзі билік құрған кезде бәріне тек қант пен ереже енгізіп, шығармашылық пен еркіндікті шектеп тастаған. Сол үшін ол тәтті әлемінен қуылып, қант қамалына кетіп қалған. Көп өтпей Капучино мен тунг-тунг қант королінен маршмеллоу қаталады. «Сендердің еркін билерің мен шаттығың менің патшалығымды әлсіретті. Тоқтамаңдар, әлде сахнаны мәңгі қатырып тастаймын». «Олай болмайды», дейді Капучино.
біз оны шайқассыз би арқылы түсіндіріп көруіміз керек. Олар қант қамалына жол тартып өздерімен бірге карамель, скрипкашыны, желе жарығын және миндал мелодиясын ертіп алады. Олар бірге жаңа қойылым дайындайды. Көбік бітімі деп аталатын спектакль. Қант королі сахнаға шығып салқын көзқараспен қараса да, қойылым барысында оның жүрегі жібіп, көзінен бір түйір қант тамшысы ағады. Мен ұмытып қалыппын, өнер мен бостандық қандай тәтті екенін. Ол сахнаға шығып, өзі алғаш рет билеген ескі қант биін орындайды. Бүкіл копия көкжиегі қол шапалақтап, тәттілер әлемі бірлікпен толығады. Сол күннен бастап қант королі тәттілер академиясының басшысы болып, жас бишілер мен музыканттарды шабыттандырады. Ал балерина капучино мен Туң-Туң Сахур бүкіл әлемді аралап, әр таңды қуанышпен қарсы алып жүреді.